Құрметті парақшамыздың оқырмандары, баршаларыңызға бүгінгі күндердің сұлтаны болған қасиетті жұма күні құтты, мұбарак, берекелі болсын. Жұма дұғалардың, тілектердің қабыл болатын берекелі күн. Жұма күнінің ерекшелігі жайында шариғатымызда айтылады. Жұма күнінде бір сәт бар, дұғалар, тілектер сол сәтке сәйкес келген болатын болса, әлгі пенденің дұғасы мен тілегі қабыл болады дейді. Алла баршаларымыздың тілеген дұғаларымызды, тілектерімізді қабыл алған болсын. Бүгінгі сіздермен тоқталатын тақырып зайырлы ел турасында. Зайырлы елдің тыныштығы мен бірлігі әрдайым бекен. Зайырлы мемлекет, зайырлы қоғам деген сынды қазіргі таңда айтылып жүрген көптеген терминологиялық сөздер бар. Немесе зайырлық деп те атап жатады. Бүгін сіздер мен біздердің тоқталатын тақырыбымыз зайырлы мемлекет турасында және зайырлылықтың ислам дініндегі қырлары, жалпы ислам дінінің зайырлылыққа көзқарасы, дініміздің зайырлық турасындағы принципі. Әңгіменің басын, әлқиссасын сіздерге зайырлық сөзінің қалыптасу кезегін айтқым келеді. Яғни, зайырлы мемлекет деген осыдан бірнеше ғасыр бұрын Европада, Батыс Европада терминологиялық сөзге енген. Негізгі бұл тарихқа көз жүгірткен болатын болсақ, зайырлы ел деген қағидаттың қалыптасуына христиан дінінің өкілдерінің арасындағы болған таным түсініктің нәтижесінде, яғни зайырлы елде өзіндік принципі қандай деген орынды сұрақтың тоқ етер жауабын сол кезде берген. Яғни дін саласында қызмет қылатын ғибадатшыл, яғни діндар адамды, мысалы христиан дінінің діндар адамын қалай қалыптастырамыз, оны сол діндарды қалай тағайындаймыз деген кезде, оны қарапайым халықтың арасынан тағайындайық. Ол дінге де көзқарасты екі жақты ұстансын, мемлекетке де көзқараста тепе-теңді ұстансын деген өзіндік бір мемлекет басшыларының принципі, ой жоспары болады. Осы нәтижесінде зайырлы ел, зайырлы мемлекет деген қағида құрылады. Зайырлы ел, қайырлы ел. Зайырлылық ол елді жақсылыққа бастайды деп айтылады. Жалпы ислам діні де зайырлылыққа өзіндік бір принципі мен ұстанымы бар екендігін айтады. Толеранттылық өзге дін өкілдерінің ұстанымына бейжай қарамай, өзге дін өкілдерінің ұстанымына да үлкен құрметпен қарай білу. Қазір сіздерге қасиетті Құран-ы Кәрімнен жалпы толеранттылық турасында, толеранттылық деген біздер қалай түсінеміз? Жалпы толеранттылық дегеніміз, жалпақ тілмен айтқан кезде, әрбір адамның өзіндік бір діни түсінігіне құрметпен қарай алу. Бәлкім христиан діні болуы мүмкін, бәлкім яхуди діні болуы мүмкін, бәлкім басқа дінді ұстануы мүмкін. Соған өзіндік бір құрметпен қарап, бірақ олардың істеген амал әрекеттерін біз өзіміздің бойымыздан көрсетпеуіміз керек. Құрметті оқырман. Мысалы, қасиетті Құран-ы Кәрімнің Кәфирун сүресінде мағынасын сіздермен тоқталсақ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Осы Кафирун сүресінің аяттарында мағынада былай деп келеді. Яғни сен айт дейді, ей кәпірлер, мен сендердің табынғандарыңа табынбаймын. Сендер де менің табынғаныма табынбайсыңдар. Менің дінім өзіме, сендердің діндерің өзіңе деген ортақ принципті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ұстан деп Алладан осындай бұйрық келген. Яғни әр адамның діни мәселесіне, діни бостандығына, дін ұстанымына біздер ешқандай бір кереғар пікір білдірмейміз. Бірақ оны дұрыс деп, сол кереғар пікір білдірмейміз, бірақ оның дінін әрі қарай ұстанып кетпейміз. Мысалы, жалпы алған кезде мынау қоғамда білесіздер ғой, қыстың кезінде крещенский мороз жалпы алған кезде қаңтар айында орын алатын күннің өте қатты суық сақырлаған аяздың кезінде суға түсіп өзіндік бір, бұл енді христиан дінінің негізгі, былайша алғанда біздің ислам дініндегі орындалатын құлшылық ғибадаттар сияқты, оларды да христиан дінінің өзіндік бір ұстанымда, діннің өзіндік бір белгілерін білдіретін, былайша алғанда амал әрекеттері, яғни олардың ғибадаттары сияқты, сол сияқты. Бірақ біз мұсылман бола тұрып, ол христиан дінінің амал әрекетін жасамауымыз керек. Дұрыс емес. Жалпы басқа уақыттар, дәл сол күн емес, басқа уақытта түсіп, әрине, бұл жерде енді демократиялық көзқарасты айтуы мүмкін. Менің жалпы өзіме қатысты болған, жеке басыма қатысты болған мәселеге неге араласасыз деп айтуы мүмкін. Бірақ біз негізгі мәселеде діннің ақиқат ара жігін ажыратып айтатындығын ескерткіміз келеді. Яғни дін ол ара жікті ажыратады. Дұрыс немесе бұрыс деген сияқты. Осы турасында айтқым келгені сол, мысалы, әлгі христиандардың мерекесі тойланып жатқан кезде дәл сол күні суға түсіп, дәл сол күні сол амал әрекетті жасау негізі мұсылманға тән нәрсе емес. Құрметті бауыр, құрметті көзқарақты оқырман, сіздер мен біздер мұсылманбыз. Сіздер мен біздердің бабаларымыз мұсылман. Осы жерде мемлекет, зайырлы мемлекет дегенді дінге қарсы мемлекет деп түсінбеуіміз керек. Зайырлы мемлекет дегеніміз ол дін өзі жеке, дін өзі жеке, мемлекет өзі жеке деген сияқты, былайша алғанда ойда пікірде болмауы. Дін өзінде жеке, мемлекет өзінде жеке деген сияқты біздер ондай ойдан аулақ болуымыз керек, жалпы алған кезде. Бұл мәселеде жаңағы дін өзінен жеке, мемлекет өзінен жеке дегенмен мәселе шешілмейді. Бұл жердегі мәселеде, мысалы, дін мемлекеттен бөлек дегеннің өзінде мемлекет болып қалыптасуында, бірлігі мен ынтымағында діннің өзіндік бір ерекше орны бар. Ол өзіндік бір ерекше оның формасы бар. Ол өзіндік бір қалыптасып қалған өзіндік бір идеясы бар. Яғни, сондықтан көзқарақты көрермен, зайырлы мемлекет дегеніміз не? Зайырлы мемлекет дегеніміз діни мәселеге араласпайтын, бірақ діни мәселеге араласпайды және дінді былайша алғанда өзіне қолжаулық етпейтін мемлекет.
зайырлы мемлекеттің өзіндік бір принцип болса, зайырлылыққа ислам діні кең көзқараспен қарайды. Яғни жалпы алғанда діни мәселе, зайырлық мәселесі өте маңызды мәселелердің бірі. Зайырлы мемлекеттердің арасын қазіргі таңда қарасақ, мемлекет әлемдерде 113 мемлекет зайырлы ел, яғни зайырлы мемлекеттік принципті ұстанады екен. Зайырлы мемлекеттік ұстанымды ұстанады екен. Міне, бұның өзінен ақ біздер білеміз, зайырлылық тек қана біздің ел ғана емес, қаншама мемлекет зайырлылық принципін ұстанады. Зайырлылықтың қыр-сырлары өте көп. Яғни зайырлылыққа деген көзқарастар, зайырлы мемлекетке байланысты біздің еліміздегі белгілі топ мүшелерінің өзіндік бір принциптері бар. Бірақ зайырлы мемлекетті тағут мемлекет деп түсінуден аулақ болуымыз керек. Тағут дегенімізді былайша алғанда ислам ғалымдары зерттеген. Жалпы тағут дегеннің мағынасы не? Тағут мемлекет деген ол кәпір мемлекет, яғни дінге қарсы мемлекет. Және сол мемлекетте кәпірлер билеген мемлекет. Ал біздің еліміз, Аллаға шүкір, кешегі Қарахан дәуірінде мемлекеттік дін болып қабылданған ислам діні. Одан кейінгі келген хандарда, батыр билерде, патшаларда өзіндік бір ұстанымын ұстап қалған мемлекет. Соның біздің жеріміз, Аллаға шүкір, мұсылман, бабаларымыз мұсылман, яғни жеріміз мұсылман деп айтып атқанымыз, бұл жерде мұсылман елі, яғни мұсылмандар өмір сүрген, билік еткен жерлер. Сонда біздің мемлекетіміз тағут мемлекет деген түсініктен аулақ. Яғни біздің мемлекетіміз зайырлы мемлекеттің өзіндік бір принципімен, өзіндік бір ұстанған бағыт-бағдары бар. Сондықтан кейбір бауырларымыздың айтып жүргендей тағут деген нәрседен біздің мемлекет, Аллаға шүкір, ада. Бізде, Аллаға шүкір, азанымыз айтылады, Құранымыз оқылады, намазымыз оқылады, 5 уақыт жұмамыз әр жұма сайын оқылады, 5 уақыт намазымыз оқылады. Міне бүгін қасиетті жұмада сіздерді жұма күнімен құттықтап, жұма күнінің жақсылығы мен берекесін айтып жатырмыз. Бұл да міне зайырлы мемлекеттің өзінің бір ұстанған принциптерінің бірі. Қадірлі ағайын, көзі қарақты көрермен, Алла баршамызға бүгінгі қасиетті жұма күнін құтты мұбарак берекелі қылсын. Сау саламат, аманшылықта жүздескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, Алла тағала әлемге бейбітшілік пен жақсылығын нәсіп етсін.